Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым. Жақсы, 21 адам жиналып қапты. Мен ойлағанмын, көп адамға айтқан жоқпыз. Бір узкий кругта осылай бір эфирге шығып көрейікші деген ой болды да менде. Осы эфир жақсы болған болса, иншалла, алдағы уақытта да аптасына бір рет, 2 аптада бір рет осылай эфир өткізіп тұрамыз. Бір 2-3 тақырып ойлап отырмын мен. Бүгінгі тақырып иншалла осы балаларға әріп үйретуге қатысты иншалла. Енді бір жоспар құрып алсақ, сіздердің уақыттарыңызды көп алмаймын. Бір жарты сағат пенен 1 сағаттың арасында ғана иншалла. Мүмкін одан асып кететін болса, көре жатармыз. Қазір мен мына соткамды бір байқайшы, қызып кететін бір әдеті бар еді. Жақсы екен. Жақсы. Бұның алдында андай не дейді ғой? Басқа бір не ашып, Инстаграм ашып, фейковый дейді ғой, өтірік Инстаграм ашып, сонымен бір жаттығып алдым. Бір 2 рет, 3 рет жаттығып алдым. Үйден бір-екі адам кіріп, соны болады екен, осылай өткізсең болады екен деп, бір жаттығу өткізіп алдым. Содан кейінгі 2-ші рет шығып жатқаным мен сіздерге 1-ші рет шығып жатырмын. Сол сырымды айтам деп шынымды айтып қойдым мен сіздерге. Бүгінгі енді жоспарымыз былай. Мен 6 балам бар. 6 балам бар, е. Соның 5-еуіне мен арабтың әріптерін қалай үйреттім. 6 баламның 5-еуіне қалай үйреттім арабтың әріптерін. Өзімнің тәжірибеммен бөліссем деп отырмын сіздермен. Иншалла бір сауапты іс болар деп үміттенем. Алладан бір сауапты іс болар деп үміттенем. Әрқайсыңызда араларыңызда бойдақ кісілер бар шығар, иншалла. Отбасын құрайын деп отырған, иншалла. Отбасын құрып қойған бір 2-3 жасар, немесе 3-4 жасар ұл баласы, қыз баласы бар отбасылар бар шығар сіздердің араларыңызда. Өте маңызды, сіздерге өте қажетті осындай эфир болады, иншалла. Араларыңызда әжелер отырған болуы мүмкін, немерелер бар. Немерелерін қалай үйретсем екен? Арабтың 28 ағарып қой осы. Қалай үйретсем екен деп жүретін немере деп ғой. Әжелер бар араларыңызда. Аталар бар, немерелі кісілер бар деген сияқты. Немесе мен сияқты көп балалы әкелер бар, көп балалы аналар бар араларыңызда, Осындай кісілерге өте маңызды өзімнің тәжірибеммен ғана бөлісемін. Мен ауадан алмаймын, Мен қалай үйреттім, соны ғана айтып берем, болды. Осы бұл мәселе енді өз тарихыма келейік енді. Өзім тарихыма келейін. 79 жылғымын, 1979 жылғымын. 25 жасымда үйлендім. 25 жасымда үйлендім. 26 жасымда мен ұл балалы болдым. Абдулмалик, ол қазір шетелде оқып жатыр. Дін оқып жатыр қазір, 14 жасар. Ең үлкені 14-те, ең кішісі 2,5-3 жасар ғой, ең кішісі. Осы 14 жаспенен ең 0-ге барған балам бар ғой, осы аралықтағы 5 баламның бәріне әке ретінде мен, анасы ретінде анасы екеулеп отырып арабтың әріптерін үйреттік. Бүкіл мәселе әріптен басталады ғой, білесіздер, Бүкіл нәрсе әріптен басталады. Сол өз тарихым осы балалы болғаннан басталды. Енді 2-ші балам дүниеге келген кезде үлкен ұл тілі шыға бастаған кезі. Ал енді осы 2-ші ұлым бір 2 жасқа келе бастаған кезде, ол енді үлкені 3,5 жаста еді. Осы 3 жасынан бастап мен өзімнің тұңғыш ұлыма кубиктерді пайдаландым. Бұны мен негізінде біреуден ұрлаған болатынмын. Интернет қарап отырып, ол кезде интернет деген өте аз болатын. Білмеймін, қазір есімде жоқ, біреулерден ұрлаған болатынмын, Біреулер өзінің баласына, мұсылмандар емес, енді ол кәдімгі латындар ғой, латын. Кубиктерді пайдаланған екен.
осындай кубик мынаны бүгін ғана сатып алдым негізінде. Мына жарық керек болды да, мен түнде шығатыным белгілі болды да эфирге. Сондықтан 4 свет алып келдім. Осындайдан 4-ін алып келдім да. Ішіндегі лампочкасын біз пайдаландық. Ана неге салдым? Жарыққа салдым. Ішінде лампочка жоқ. Енді осыны білгендей болған екен сіздерге. Мен оны жоспарлаған жоқ едім негізінде. Әшейін ауызбен айтып кетем деп ойлаған едім. Қазір ғана міне клейменен жабыстырдым қырқып. Осындай кубикті пайдаландым. Мен өзімнің ұлыма пайдаландым. Яғни 2 қарып үйретесіз. 2 қарып үйретесіз. А, Б. Таяқша ғой, А деген, А деген таяқша, сосын Б деген. Адан 3-ін жасайсыз, Б-дан 3-ін жасайсыз. Шестигранник қой мына. Адан 3-ін жабыстырасыз, Б-дан 3-ін жабыстырасыз да. Балаға 2 қарып үйретесіз. 2 қарып оны танитын болу керек та. Мынау не десең, бұл А деу керек. Мынау не десең, бұл Б деу керек та. Содан кейін кубикті пайдаланасыз. Кәдімгі нарды ойнайсыздар ғой, нарды шахмат ойнайсыздар ғой, сол кезде бүйтіп кубикті лақтырады ғой. Үстіне түскені мен Абдулмалик деген балама пайдаланғанымды айтып жатырмын. Өзімнің қалай пайдаланғандығыммен сіздермен бөлісіп жатырмын. Ауадан емес. Шиырып қаласыз бұлай. Үстіне түскенін айтшы дейсің, Б дейді. Шиырып қаласың, айтшы дейді, тағы да Б түседі, Б дейді. Тағы да шиіресің, А түседі. Үстін айтып отырады. Содан кейін 3-ші әріпті қосасыз. Т деген әріпті қосасыз да. Басқа, бұл кубик емес. Басқа бір кубикке 3 әріпті жабыстырасыз да. Ол демек А-ны біледі, Б-ны біледі, Т-ны біледі. В алфавитном порядке. Сөйтесіз да, мынау қайсы дейсіз. Үстіне түскені Т болады. Осы бір тәсіл менің ұлыма ұнады ғой. Үлкен ұлыма ұнады. Бұны бір тәсіл деп. Бұны 2 кубикке дейін ғана бардық. Одан кейін біреу мыжылып қалды, өзі мыжып кетті деген сияқты. Екіншісі оған қызық болмай қалды. Сонда 12 шестигранник болса, 2-і 12 әріп қоя. 12 әріпке дейін жеттік. Осы тәсілмен 12 әріпке дейін оған қызық болды. Одан кейін қызық болмай қалды. Содан кейін енді бір тәсіл бар. Мен оны пайдаланған жоқпын. Шарды пайдалансаңыздар болады бауырлар. Шар бар ғой, кәдімгі шар. Шарға, мәселен, шар деп алайықшы бұнан, шарға Б деп жазып қоясыз. Шарға Б деп жазып қоясыз. Мына шетіне А деп жазып қоясыз. Мәселен, мына жерге Т деп жазып қоясыз деген сияқты да. Содан кейін үріліп тұр ғой, үріліп тұр, иә. Содан кейін жиын шығарып жібересіз де өзіне үрлетіп қоясыз. Немесе өзіңіз үрлеп бересіз. Мына жерінде Б үлкейіп келе жатады. Сенің Б деген әрпің үлкейді деп қоясыз. Миында қала беру керек, қала беру керек, қала беру керек. Мына шетін көрсетіп қоясыз, А деп тұрады. Желін шығарып жібересіз де өзіне үрлетіп қоясыз. Сол кезде мына жерде шар деген бала менен шар екеуі қабысып жатқан дүние ғой. Әлі күнге дейін айтады, менің кіші балам, шар әпер дейді. Мәселен, мектептен көріп келеді ғой, шар деген өте жақсы дүниеді. Жалпы сіздерге пособие болсын деп айтып жатырмын. Шарды пайдалансаңыздар болады. Кәдімгі не бар ғой, фломастер бар ғой, фломастермен жазып қойсаңыздар болады. Осы бір тәсіл ретінде пайдалансаңыздар болады. Енді мынандай нәрсе. Бір тәсіл бар. Сіздің үйіңізде бір 4 бөлме болса егер, әр бөлмеге бір 2 жерге, 3 жерге жабыстырып тастайсыз. Мәселен, 4-ші әріпті өтіп жатсыз, 4-ші әріп бізде Сә деген әріп. Балаңыз уже 4 әріп біле бастады. Сол кезде сіз әр бөлмеге бір әріп іліп тастайсыз. Осы бөлмеге А-ны іліп тастайсыз. Ана кухняға барасыз да Б-ны іліп тастайсыз. Мәселен, жатын бөлмеге Тәні сән іліп тастайсыз. Кіреберіс жерге сән іліп тастайсыз деген сияқты ғой. Сөйтесіз да бір мәселен қайшы дейікші, қайшыны бір әріптің қасына қойып қоясыз. Ол қайшы, мәселен, сол жерде екенін біледі сіздің балаңыз, Сөйтесіз да анау
т деген әріптің қасында тұрған, тінің қасында тұрған қайшыны алып келші дейсіз. Тінің қасында тұрған қайшыны алып келші дейсіз. Ол негізі сіздің бұйрығыңызды орындауға кетіп бара жатыр ғой. Сізге қайшыны әкеп беру керек, бірақ ол қайшы т деген әріптің қасында. Ол бір қабырғаға ілініп тұр, тінің қасына, сол ана әріптің қасына сіз оны қайшыны қойып қойасыз, алдын ала қойып қоясыз, немесе кез келген бір зат, сол затты алып келші дейсіз деп айтасыз. Сол кезде соны алып келе жатқан кезде, бірақ айтып жібересіз. Анау пәлен әріптің қасындағы қайшыны алып кел дейсіз. Сол кезде әрі сізге қайшын жеткізеді, және ана әріпті ол не істейді? Біліп келеді. Қайталау ғой, былайша айтқанда. Ол төрт әріпті онсыз да біледі. Оны сіңіре беру керек. Осындай да бір тәсілді пайдаланып қойсаңыздар болады. Ары қарай қарап жіберейін. Одан кейін мен пайдаланған бір тәсілді, өзім пайдаланған тәсіл, баланы бар ғой, сәт сайын, әр сәт сайын демалдырып отыру керек екен. Ол жалығып кетеді. Осыдан қарап тұрыңыздар, 6-7 әріпке барған кезде ол жалығып кетеді. Сол кезде оны бір демалдыру керек. Сәт сайын демалдырып отыру керек. Бір күнде бір-ақ рет емес, сәт сайын демалдырып отыру керек. Келесі мәселен, үлкен сіз енді екінші баланы ма үйретіп келе жатсыз, үлкені бір жетістікке жеткен, бір жетістікке жетіп қойған. Одан кейін сіздің екінші ұлыңыз нете бастады? Әріптерді игере бастады, екінші ұлыңыз. Сол кезде не істейсіз? Үлкен баланы ұстаздыққа дайындай бастайсыз. Ана үлкен бала өзін кәдімгідей мұғалім сезініп қалу керек. Оның тағы да бір пайдасы, екінші ұл, немесе екінші қыз болуы мүмкін, сізде, не істейді? Әкеге бағынады, анасына бағынады. Әріп үйрену тұрғысынан ғой, бағыну деген түсініп отырсыздар ғой. Және өзінің тағы да бір кімі бар? Ұстазы бар, ол әпкесі болуы мүмкін, ең тұңғышыңыз қыз болуы мүмкін. Ұстазға бағынады. Ұстазды құрметтеу деген мәселені сіңірсеңіз, дәл осы кезде екінші ұлыңызға, немесе екінші қызыңызға сіңіре бастайсыз. Осындай бір тәсіл, бұл да бір тәсіл екен. Яғни, тұңғышыңызды, қыз болсын, ұл болсын, мұғалімдікке дайындай бересіз. Өйткені, мәселе мен бүйтетінмін, үшінші ұлыма оқып жатқан кезде мен үлкен ұлға звондайтын. Әйелімнің нөміріне звондаймын ғой, анаға бер деймін. Шейхтек қоямын, мен онша. Сөйтем да, не болып жатыр деймін. Аналар не болып жатыр деймін. Негіз білем ғой не болып жатқанын, анадан сұрақ қоясыздар да. Сіздер не істейсіз? Үлкен бар ғой, үлкеннен не болып жатқанын біле тұра, сіздер одан сұрақ қоясыздар. Аналар не болып жатыр деп сұрақ қоясыздар да. Бұл да бір қулық қой, былайша айтқанда, тәсіл да. Қулық деп айтсақ болады екен. Бұл да бір тәсіл екен. Одан кейін, мынау бір жақсы нәрсе. Ұмыттыру деген тәсіл, мен оны пайдаландым, өзім пайдаландым. Ұмыттыру деген тәсілді пайдаландым. Мәселен, бір 28 әріп қой, арабтың алфавитінде 28 әріп, сол 28 әріптің бір 10 әріпінен асқаннан кейін сіз оны ұмыттыра бастайсыз. Мүлдем сұрамай қоясыз. Сұрамайсыз оны. Содан кейін екінші күні ма сұрай бастайсыз. Екінші күні енді шатастырып сұрай бастайсыз. Бұл да бір тәсіл. Ұмыттырып жібересіз. Бір жаққа қыдыртып жібересіз ба? Жоқ, 0. 0 деген енді бір шамалы қалды ғой, миында қалды, бірақ түгел қалмаған. Сізге оның түгел қалмағаны керек. Бұл тәсілді пайдалану үшін енді бірден шейх болып кетпейді ғой, енді бірден үлкен жетістікке жетіп кетпейді ғой, енді бала болсын, қыз болсын, ұл болсын. Ұмыттырып жібересіз. Ұмыттыру деген тәсіл өте керемет тәсіл. Ұмыттырып болғаннан кейін қайтадан миын жинап алу, ол жақсы, өте жақсы. Бір 10 шақтысын айттық қой дейме.
Шәкірт кейзет. Әр шәкірт менің жалғызым.